Короче, Mortal Kombat қазақтың стилінде деп жазып еді, мынадай нәрсе істеп берді. Қараңыздаршы, қандай сапа. Кино болып тұр ғой таза. Скорпион әңгіме жоқ бомба. Сабзираға мүлдем айтарым жоқ. Шансунг кәдімгідей хан болып кеткен ғой. Мына жігіттердің дизайны енді топ сөздің шыны. Осындай қазақша стилде Mortal Kombat шықса, по-любому бәрі қарайды сияқты. Ал енді қазақтың стиліндегі Наруто деп жазып едім, мынаны қарай. Қарапайым қазақтың болашақ Хокагесі ғой енді. Өскенде мынадай болады екен. Оның үстіне киімі де тудың түстерімен бірдей ғой. Саске енді вообще краш болып шықты. Бетіндегі енді қарғыс мөрі шығар деп түсіндім, яғни проклятая печать. Иә достар, бұл суреттер Google'да тұрған жай суреттер емес. Бұны салған нейрожелі, яғни нейросеть. Толықтай айтатын болсақ, жасанды интеллект. Қызық па? Лайк басып жібер, қазір бәрін түсіндірем. Жалпы қысқаша нейронды желі туралы айтып жіберейін. Ол түрлі әрекеттерді істей алатын компьютерлік жүйе. Бұл жүйеде қаншалықты нейрондар саны көп болады, соншалықты ол қиын істерді жасай алады. Оңай тілмен айтқанда, сіз мысалы сурет салып үйренер алдымен карандашта үйренесіз. Миыңызда жаңа нейрондар пайда болады. Кейін бір сызық салып, одан оларды қосып үйренесіз. Фантазияңыз іске қосылады. Тағы да миыңызда жаңа нейрондар пайда болды. Сөйтіп сіз басқа суреттерді қарайсыз, қайталап үйренесіз, сөйтіп бүйтіп түбінде жақсы сурет салып бастайсыз. Дәл солай компьютерде осындай көп кезеңдерден өтіп, түбінде осындай керемет туындылар салып үйренген екен. Ал енді қызық нәрселердің бірі, көпшілік жасанды интеллект пайда болғанда, ең алдымен ол қарапайым жұмысшыларға әсер ететін шығар деп ойлаған. Мысалы, Amazonда. Иә, ол жерде тауар сұрыптаумен нейрожелілер айналысады. Бірақ та нағыз факттарға келгенде жасанды интеллект ең алдымен шығармашылық салаларға қатты әсер етіп жатыр. Мысалы, әлем бойынша суретшілердің көбісі жасанды интеллект салған суреттерді арнайы белгімен белгілеу қажет деп жатыр. Өйткені олар бір сурет салуға 1 сағаттан бастап 1 аптаға дейін уақыт жұмсауы мүмкін, ал нейрожелілер оны 1 минутта салып тастайды. Оның үстіне қандай сапалы қылып. Әрине, тұтынушыға қазір адаммен жұмыс жасаған тиімді, өйткені ол қалған өзгерістерді енгізе алады, ал нейрожелі жоқ. Әзірше жоқ. Түбінде нейрожелі бастап жатқан суретшілерге шын мәнінде мықты конкурент болуы мүмкін. Ал тәжірибелі суретшілерге жасанды интеллект жақсы көмекшіге айналуы мүмкін. Себебі оларға тек өз идеяларын текст жүзінде жазу жеткілікті. Оған қоса компьютерлер тіпті сен ойламаған нәтиже шығару мүмкін. Фантазияңда тіпті болмаған нәтиже шығару мүмкін. Кейін оны тек фотошоппен қалағанынша өзгертіп ала беруге болады. Бір ескере кету керек нәрсе, жасанды интеллект жаңа ештеңе ойлап таппайды. Ол тек өзі жинаған ақпаратпен жұмыс жасайды. Бар ақпаратты араластырып, комбинациялап қана. Әрине, түбінде мүмкін жаңа нәрселерде шығып қалатын шығар, өйткені біздің миымызда солай жұмыс жасайды. Солай ғой. Бұл суреттерді салған Midjourney атты нейрожелі. Онымен тіпті сен де қалаған суретіңді сала аласың. Ол үшін әрине ағылшын тілін білу керек. Бірақ бастапқыда Google Translate'те жетіп қалады. Онымен қалай жұмыс жасау керектігін мына видео 1000 лайк жинаса айтып берейінші, жарай ма? Енді мен де түсініңдер, кішкене қаралым жинап, өскім келеді дегендей мені қолдайтын шығарсыз деп ойлаймын енді. Сөз соңы, нейрожелілер қазір тек сурет салу емес, басқа да істерді жасай алады. Мысалы, мына видеодағы менің дауысымды өңдеген нейрожелі. Тіпті мына видеоның сценарийінің жартысын жазғанда сол. Қызық, иә? Бізді өте қызық болашақ күтіп тұрған айқын. Адамзат және жасанды интеллект. Көріскенше достар.